Біздің айталар, раньше сөйледірген болғанар. Вот сен, пожалуйста, Фарида, там представься, сен кім өл, девич фамилия, кім, қаяқтан сен, родом сен твой. Вот этот момент. Татарша сөйлеме или орысша сөйлеме? Нуғайша сөйле. Нуғайша мынам бұл нешік сөйлеп білем, шөйтіп мен прям чисто нуғайша сөйлей алмайм. Нешік сөйлемейді. Қазір смешанный ғой сөзлер енді. Ну да. Қайсы бір сөздерді орысшада білмейміз дегенде болып, қайсы бір сөздердің переводларын білмейміз. Где-то снимаешь ба уже? Ага. Мен қазіргі моментта Сидалиева Фарида Ғаниевна. Девичий фамилиям менің Муляминова. Мәрхум әтем Ғани Басырович. Родым мен Қылақау ауылынан. Қылақау ауылында туған кіші енді мен. Кішкіне бала вақытта ата-аналарымыз енді айтадаған еді қақаларым, айтадаған еді, подчеркивать етадаған еділер. Біз нуғай, татар деп айтпаңыз, біз нуғайлар деп айтадаған еділер. Прям так и говорили, что ли, татар деп айтпаңыз? Нуғай деп? Айтпайдаған еділер, именно вот татар деп айтпаңыз. Сіз біз нуғайлар деп айтыңыз деп. Қақамның бір досы бар еді, орыс. И ол айтадаған еді, бір енді ол вақытны қабақ өстереміз бақшада, қабақ жиы бергенде, скажи, мен айтады енді орысша, скажи ему, ты кто? Мен айтадаған едім, мен Фарида, мен Нуғай, деп сөйтіп айтадаған едім енді. Ол орыс қақайы келедіған еді, бақшадан қабақты машинына тиеп, егалып қайтадаған едік, ярдам етадаған еді енді бізге сөйтіп. Ну енді нешік айтпаға, тамыр-тамырларымызды ол вақытны біз енді яш болғанымыз ба, нелюбознательныйлар болғанымыз ба, білмәгеніміз кім екенімізді енді. Атемнің яғынан енді, атем айтадаған еді, мәрхум, что бізді ру болған тоже қазақлардағындай болып, ру болған. Қазір енді ол дейді фамилиялар дейді. Фамилиялар дейді, біздің енді ата-бабамыз енді кім мына предводитель рода болған енді, шонардан кеткен фамилияларымыз yazылған енді дейді. Мен тек білем енді, что атемнің енді әтесінің есімі Басыр, Басырдың әтесі болған Сиддиқ. Сиддиқ тұғыл, Садиқ. Қаталандым. Шуны ғана білеміз, как говорится, екі поколенияды ғана білеміз. Қалған затларды енді интересоваться етілмегенбіз, наверное. Конечно, интересно, на бітін зат етпәге, как говорится. Тамырларымызды таппа деп айтайын бә, шолай. Тарихларымызды білмәге ме? Тарихларына айтасын, дұрыс айтасын. Шуны білмәге. Оны біз білмейміз. Қазір енді интернет дүниясы, может быть, через интернет там можнадыр енді. Ну, әлі онағай қатлым әлі башымыз шілерді ятырын дегенде болып. Мына ғыбар бейбен білен шырашып, шул затларды іштіп ятырым, біліп ятырым. Шындай хал. Тағын бетселейім. Білмейшішінген әйткендір, но бір... Қара, зат Қылақау, тағында біздің халық неге ауыларда тұрады? Мына Қылақау ауылы, Жәмәл ауылы, біз, ну, енді, Келашыда, мына біздің фамилия білән, менің фамилиямды, мен мына ешіттім Қылақау ауылында, Жәмәл ауылында, Келашы ауылында, Қызан ауылында. Вот, по-моему, зат Қарғалық білән Мәйлікөлде да бар, наверное. Онысын дұрысын білмеймін. Ешіткәнмеймін. Мына шол Жәмәл, біз енді Нуғай деп саналған халықлар, шол айтып тұрым ғой енді, шол тұрады. Қылақау ауылында, біз енді Нуғай деп саналамыз, енді айталамыз өзімізді. Жәмәл ауылы, Келашыда біраз бар. Ну, Келашыда келген халық көп. Соғыш вақытында қашып келген халықлар, заттан мына Қазан яғынан, шол яқтан көбісі келген, барысы енді аралашып, мұнда енді семьялары бар енді. Онан сын Нуғайлар бар, Қарғалық ауылында, Қызан ауылында, Мәйлікөл ауылында, Приволжье деп айтамыз, Солянка, Приволжье ауылы ма енді, Солянка өзіне айырым. Онда бар, барысы да түгіл енді, но частями бар. Қанға да? Қанға, Мышайық, деп айтырлады. Қазауыл. Тиекте бар, Тиек деп айтамыз ко. Нариманова аэропорт яғында. Шунда бар. Сабансияр ма? Сабансияр битті, да. Олар барысы да Нуғайлар түгіл, аралашылар енді. Бар арасында, чисто Нуғайлар. Тиек қарық қалады,
ішінде. Городская черта называется. Раньше ауыл болған ема ол? Раньше инде шул инде как, да, қалада кішкене болған, қазір жайылып өсіп бара тұр енді ол. Вот, черта города уже называется деп айтадылар ғой енді орыслар. Вот шулай. Башқа ауыллар башмада. Мына Рыстаполовка яғында мына қазір дейді, шунда бар зат. Мен на интернетте екі бір қарайым, мы нагайцы деп yazылған группировкалар бар. Ну как группировкалар? Группалар. Группалар инде, да. Группалар, которые вот сами себя считают действительно нугайлар белән, которые вот нугайларда ничә төрле бар. Дагыстан нугайлары бар. Уларның телләре бераз башка төрле. Ну, охшаган безнең телгә дигән дип ул. Без инде нугай чистый нугай телен белмибез. Без хәзер инде аралашлар инде күбесебез. Шуның өчен инде без школда татар казан телен өйрәттеләр ул безгә. Казан әдәбият теле булган. Менә анимнар, атимнар, мәрхүм атим укыган вакытында, шул аним укыган вакытында, особенно калада әдәбият теле дип әйтелә дигән булган. Вот именно казанский литературный язык инде шул булган. Без инде үзебезне инде улар әйтәләр, казандаклар әйтәләр, сез гоммо дип сөйләйсез диде. Әйттек ко, бардык ко, шундый. Ага, вот. Шундый сүзләр. Сездә үзегездә семьянысында сезнең нинди затлар бар, смешанный аралашкан? Минем мәрхүм кайнатамды әйтә дигән иделәр, что ул карагаш ягы. Карагаш? Карагаш дип әйткәннәр. Карагаш инде шул, мин считаю, как вот веткалар инде киткән. Нугай инде карагаш, улар как веткалар инде. Мәрхүм атим әйткән иде, мәктәп нигә карагаш дип әйтәләр инде. Ул әйткән иде, менә ул вакытны набеги булганнар, набеглар булган инде, ничә төрле пиратлар монда инде зат диңгез якын булган, менә ул Волгага да керә дигән булганнар затлар, пиратский затлар инде. Судналар мәдәт дип әйтәм, челныйма ул вакытны инде. Шунда набеги була дигәндә урманды яккан булганнар. Якканнар урманды, и шунда менә безнең нугай халыгы инде шул карагаш яшеренгәннәр шул агачларга янган урман эченә киткәннәр икән инде. Шуйтып бер ишеткәнем бар. Шунда кашып яшеренгән булганнар, шуның өчен уларны карагаш дигәннәр. Шунда торганнар күрәсен инде. Одна из версий такая. Да, есть версия такая. Азат казаклар арасында татарлар Казанны бармы сездә тоже? Да, мен, например, аним ягыннан, ну, атим ягыннан мен ничек әйтим. Атим инде шул кылакаудыкы булган, наверное, инде без белмибез инде. Точнысын мен белмим, әйтә алмыйм. Мәрхүм әйим булган, атимнең әнисе Тияк кызы. Тияк кызы. Вот. Ну, сөйләгән сүзе заты менә мин ничек сөйлим, менә шундый иде инде. Мин считаю тоже шул нугай кызлары булгандыр инде ул. Вот. Аним тоже Тияк кызы минем. Ага. Вот. Шу дип әйттем. Инде менә мин, например, шушы менә тормышка чыккан юлдашым минем, атасы, әнисе Маньяктыкы, но әнисендекендә менә бар версия, бер менә зат бар, племянник әйтте, что бар версия, что улар таулылар дип әйткәннәр. Менә Искандер, касается Искандерда, например, ул на үзенең кореннарын табып бирә. Таулылар диделәр. Вот уның прадедушкасы какой-то. Черкашлар. Да, черкашлар. Именно черкашлар. Күчеп килгәннәр монда, онда какие-то гонениялар булганмы, восстаниялармы, уны миңа доподлинно неизвестно. Вот, улар монда күчеп килгәннәр. Потому что фамилиялары Бердиев. Минем бер двоюродный сестренкам шыкты тормышка Черкес дип саналады. Уларның әтисенең туган авылы булган Берт, фамилиялары Берт. Ну, миңа әйтте сөйләде. Ага, вот шул. Шунардан инде без авыл полагает, что действительно шул яктан булган икән.